Қазақ халқы ет жеп болғаннан кейін сорпасын ішпей ас қайырмайтын болған, қай заманда да асты жоғары бағалаған. Қазақ халқының сорпаның емдік қасиеттері жайлы білімі бұрыннан болған. Әсіресе босанған әйелдің күш-қуатын қалпына келтіріп, ана сүтін молайтуға көмектеседі деп келінге сойылған қойдың сорпасын беріп отырған екен. Достар, біздің арнаны 75% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Дегенмен, көбі сорпаны диеталық тағам деп санайды. Жалпы, сұйық тағамның адам ағзасына пайдалы екенін және оның ағза үшін қорытылуы жеңіл екені жиі айтылып жатады. Бірақ оның емдік қасиеттері де мол екенін айта кету керек. Сорпаның адам ағзасына қаншалықты емдік пайдасы бар екенін және оның қандай дерттерге дауа болатынын біле жүріңіз. Дәрігерлердің айтуынша, сорпаның басты емдік қасиеті оның ас қорыту жүйесіне жақсы әсер беруінде. Бірінші кезекте сиыр, қой етінен жасалған сорпаның құрамына тоқталатын болсақ, оның ағза үшін пайдасы өте мол. Сиыр етіндегі элементтер мен дәрумендер ас қорыту жүйесі қызметін жақсартады. Мысалы, ол темір жетіспеушілігі анемиясымен күресуге көмектеседі. Бұл дегеніміз, сиыр немесе қой еті сорпасының тәбеттің төмендеуіне, әлсізденіп, тез шаршап қалуға жол бермейтіндігін білдіреді дейді дәрігерлер. Сондай-ақ ол сорпаның жаңа босанған әйелдер мен ота жасалған адамдарға күш-қуатын қалпына келтіруде көмегі зор екенін айтады. Бұдан бөлек, дәрігерлер сиыр немесе қой етінен жасалған сорпаның кішкентай баланың ағзасына ауыр болмайтынын, керісінше денсаулығына жақсы әсер беретінін атап өтті. Құрамы жеңіл сорпалар тамақтан уланған жағдайларда немесе тамақты тым көп жеп қойған жағдайларда жақсы көмектеседі. Әсіресе сиыр етінен жасалған сорпаның құрамындағы метионин, амин қышқылы ағзадағы зиянды өнімдерден шығуын реттейді. Осындай таза қолдың сорпасы 20-40 минутта қорытылып кетеді. Салыстырып қарар болсақ, жеміс-жидек шырынының бір стаканы 30 минутта, ал алма шырыны 40 минутта ғана қорытылады екен. Бұдан бөлек, дәрігер тауық сорпасының емдік қасиеттеріне тоқталды. Оның айтуынша, ыстық күйдегі тауық сорпасы ас қорыту жолының асқазан мен аш ішектің жұмысын жақсартады екен. Тауық сорпасының гастритпен ауыратындарға көмегі өте зор. Ол асқазандағы артық қышқылдарды шығарады, сондай-ақ сүйектердің бітіп кетуін тездетеді. Яғни сорпадағы элементтер сүйек, шеміршек және дәнекер, тіндіргі және көкбауырдың қызметіне жақсы әсер береді екен. Мазасы қашып ауыра қалса, ата-бабаларымыз сорпа ішіп тәуір болып жатады. Дертті болып қалған ауруханадағы жақындарымызға ыстық сорпа әзірлеп жатамыз. Бар нәрімен құрамы ағзаға толық сіңетін, сорпаны жиі ішетін адамның ағзасы токсиннен таза, сүйектері мығым болады, артық салмақ жинамайды. Мұндай адамның қимыл қозғалысы да өте жеңіл, өзі сергек болатыны түсінікті, ал терісі артық күтімсіз де әдемі, серпімді бола түседі. Етке, сорпа бетке деген осы шығар. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.